Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, құрметті көрермен. Сіздердің назарларыңызға Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйінің қолдауымен «Өнерім, өмірім» атты бағдарламасының алғашқы санын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бізде қонақта Маңғыстауымызға белгілі талай республикалық конкурстардың жеңімпазы, бүгінгі бізде қонақта Манас Әділбай Жарасханұлы бізге келіп отыр қонаққа. Қош келдіңіз. Енді мынау алғашқы «Өнерім, өмірім» атты жаңа бағдарламаның тұсауын кесіп жатырмыз. Барлығыңызға ұсынамыз. Енді Манас мен танығанмен бүкіл ел танымайды, сондықтан өзіңді бір қысқаша таныстырып кетсең. Ал енді өзің қай жақтың тумасысың, қай жақта туылдың? Қызан ауылының тумасы екенін жақсы білеміз. Маңғыстау, Қызан ауыл. Ал өзіңе сөз кезегін береміз. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қадірлі құрма. Осыны көріп отқан ардақты ағайын, баршаларыңызға да ораза қабыл болсын. Осындай қасиетті айда осы Мұнайлы аудандық мәдениет үйінің ашылып отқан жаңа жобасы құтты болсын. Енді әркімнің өз туған жері ыстық қой енді. Енді мен өзім Маңғыстау ауданы осы Қызан ауылында дүниеге келдім. Ол ауылда енді сол ауылдың шаңының топырағын орап өскен бір азаматпыз ғой. Енді жаңа беріңкіректі осы 2005 жылы сояқтан 4-ші класс бітіргеннен кейін осы Баянды өлкесіне көшіп келдік. Сояқта енді қазір тұрып жатырмыз. Осы өнер дейтін жерге осы домбырамызды арқалап барып жатамыз енді. Қазіргі кезде енді Мұнайлы ауданының Баянды ауылының тұрғынымын дейсің ғой. Енді қазіргі кезде Баянды ауылының тұрғынысың. Жалпы өнерге қалай келдің? Негізі шын таланттың барлығы осы ауылдан шығады дейді ғой. Ал енді Манас, өнерге қалай келдің? Алғашқы ұстазың кім? Сол енді кішкене бізге қызықтау еді. Енді осы өнер дейтін өте қасиетті ұлы мекеннің бірі. Өнер дейтін қасиеттілігі соншама, өнер ешкімге жуын шыққызбайтын қасиетті Алланың берген сыйы ғой адамға. Оны өнерді ұстап білетін адам да бар, ұстап білмейтін адам да бар. Осы өнер дейтін зат адамға берілгеннен кейін оны ары қарата дамыта білу керек. Жалпы айтады ғой, адамға 1% берілетін талант, 99% еңбек деп. Сосын өнер жолында қатты осы еңбегімізді төкпесек те әйтеуір соның бір шетін ұстап, осы екі мамандығымызға сай әйтеуір алып келе жатырмыз. Осы ата-бабаларымыздың жырын жаттап, осыны қазіргі жастарға осындай жиналған топтың, алқалы топтардың арасында осы шалдардың сөзін айтып, үлкен қошеметке иеленіп жүр. Әрине осы өнер дейтін дүние енді біздің ауыл жақтанда да Нұрым Сеңгірбекұлы Қырымның 40 батырын жырлаған сол аталарымыз сияқты адамдар өмір сүрген. Енді сірә беріңкіректе енді осы порт Ақкеті қаласында қазір зират сол жақта. Енді осы біздің Қызан өлкесінде де жалпы өзімнің туған жерімде де атақты ақындар шыққан, осы Нұрлан Мұсаев сияқты осы республикамызға танымал үлкен атақты ағаларымыз шығып жатыр. Сол ағаларымызға бой түзеп өсіп келе жатырмыз. Жалпы енді осы өнерге келетін болсақ, осы қазіргі жастарға осы жыр мектебін, Маңғыстаудың жыр мектебін қатты әдемі қылып, мәнерлеп осы бізге жеткізген Елдос Еміл дейтін ағамыз бар. Сол Елдос Еміл дейтін ағамыздың запистерін естіп, осы жырға дейтін, жалпы осы ұлттық өнерге дейтін құштарлығымызға артып, осы ұлттық өнерді дәріптеп жүрміз. Енді көптеген жалпы осы өнермен де конкурстар қатысып, жеңімпаз болдық. Енді бірі білсе, бірі білмес, әйтеуір осы ортада келе жатырмыз. Ай бәрекелді, Манасжан. Я жақсы, дұрыс айтасың. Мына Қызан деген ауылдан өзі Түмен Балтабасұлы көкеміздің де кіндік қан тамған жер сол Қызан ауылы екенін білеміз. Енді Нұрлан Мұсаевты бүкіл қазір қазақ жұрты біледі, жастар жағы да біледі. Ал қош келдің, Манасжан. Енді ары қарай әңгімемізді өрбіту үшін қысқаша Манастан мағлұмат алдық деп есептейміз. Енді Манасқа домбырасын алып келген екен, бір әдемі жырдан бола ма,
әдемі әннен бола ма, өзің бір салып берсең. Ал енді осы көріп отқан ағайындардың құрметіне осы біздің Адай халқы жалпы көптеген жерлерде қоныс аударып жүрген, осы мына батыс өлкесінде мына жоғарғы адайлар деп те айтып жатамыз, төменгі адайлар деп те айтып жатамыз. Мына қырдың басындағы жоғарғы адайымыз дейді ғой. Сонына жем бойында өмір сүрген атақты Бораш Қойлыбай дейтін кәкеміз өткен екен. Сол кәкеміздің бізге осы жақында жеткізіліп, осы жақында осы жастардың арасында, жалпы осы халықтың арасында танылған Дауылпаз дейтін әнін бір орындағым келіп отыр, қабыл алыңыздар. Бүкіл көрермендеріміз бір ай деп қалған шығар. Ал енді Манасжан міне әдемілеп, енді Бораш кәкеміздің ұлығы Жеменей деп те естіп жатырмын. Қожамыз өр екен соның ішінде. Ал енді осындай аталарымыздың, кәкелеріміздің термесін насихаттап жүрсің, саған Алланың разы болсын. Енді өнерім, өмірім атты бағдарламасы ғой, бізді жаңа алғашқы шымылдығын осы Манас, осы Дауылпаз әнімен ашып отыр ағайын. Енді Манас жалпы бала кезден өнерге ғашық болдым деп өтсің ғой, ауылдың топырағында, ауылда өскен жігітсің. Жалпы өнер деген ұғымды қалай түсінесің? Жалпы енді жастар өсіп келе жатыр, қаншама көрермендеріміз көріп жатқан шығар, енді Алла бұйыртса. Жастарға не айтасың өсіп келе жатқан? Жыры бар, әні бар. Енді өзіңнен бір ауыз естіп кетсе, енді сенен кейін де бүкіл жастар өсіп келе жатыр артымыздан дегендей. Енді өнер дейтін қасиетті ұғым, өнерді таза ұстау керек. Жалпы осы ұлттың ұндайырақ осы ағыз, осы дәстүрлі жыр, осы дәстүрлі күй дейтін мұралар адамға қатты әсерлі символдық өртісі. Сол себептен де осы жалпы өнерге келген адам енді жаман болмайды деп айтылып,
Өйткені адам өзі дұрыс жүрсе, дұрыс болса, өнеге алып, дұрыс адамнан сабақ алып кетсе, сол жолға түсіп, сол жолда мақсат етіледі ғой енді. Өнерге неше жасыңда келдің Манас? Өнерге енді домбыраны қолыңа ұстап, кәдімгідей. Оны өте айта берсек көп. Баяғыда осы әжем иманды болсын, осы Жарылғас әулиенің ұрпағы еді. Сол кісі аздап осы аталарына ұқсаған қасиетті кісі. Сол кісі бала күнінде осы 2 домбыра алып жүрген екен. Бұл енді домбыралар қазір көрші алады, ауылдық жер болғасын жаңағы. Ана болады, құда алады, бөле алады деген сияқты сөйтіп жоғалып кетті. Енді бірақ та енді осы жалпы мен туылғанда да осы өзімнің көкелерім, кәкелерім бәрі жиналып осы Қырғызда да атақты Манас эпостық 10.000 жылдық эпостық жыры бар. Біздің қазақта да бітпейтін осы Манас болсын деп өйтіп жаңа жырға дейтін құмарлықтар артып ұрымдап қойған екен. Сол себептен ба или Алла тағаланың берген бір адамға сыйма сол домбыра ұстап жыр айтып жүрміз ғой. Енді біреу неше жасыңда деген ғой? Енді өнерге келген 2 жас па, 4 жас па? Бала күнімізде енді аздағантай әндер айтып жаңағы домбыра ұстап жүрдік оны. Бірі білсе, бірі білмес. Бірақ енді осы адам өсе келе өркен адамның сана сезімі ояна келе осы өнерге дейтін құлшынысы артып, сол жолға қалай түсіп өткенін өзі де білмей кетеді екен. Сол енді өзімізді қазір аңдып қалдық қой енді. Сол еліктейміз, анаған еліктедік, мынаған еліктедік әйтеуір. Әркім өзіміздің өмірде өз жобасын, жөн жорасын дейді ғой, соны тауып білу керек екен. Бәрекелді, өте тамаша. Енді мынау Манасжан өнерде жақсы жолда жүруіңе Алла нәсіп етсін. Енді тағы да әңгімемізді арасында өрбітіп жата береміз ғой. Енді оған енді мына бүкіл халыққа кішкене тағы да бір әдемі жырыңнан сусындатып жіберсең, ән бола ма, жыр бола ма, бір қысқа қайырымнан. Жаңағы осы Маңғыстаудың ән мектебінен, дәстүрлі осы ән мектебінен ән айттық қой енді. Осы Алайдың осы 5 жүйрігі бар, басқа да атақты ақын жыраулар бар, солардың бір жырынан тартып өтейін, талқыламыз. Енді мына орындалайын отырған шығарма Адайдың атақты ақын жыраулардың бірі Сәттіғұл Жаңғабыл дейді, кәкеміздің Әлеумет-келдің алқалай дейтін термесін орындап берейін. Söylesinde ortangday jüyügen kızgan arkalay bu dününün belgisi uykudağı gözüngöy azamat tutsan kışık bol mentep kabilgisin beyi Cananға yetken жақсылық dalağa ketken kuşungday kılbayımga salımga vakatta verin kundaydı basqıda üsken kıyında kul küngödöy bolmaydı yakındı bul senedil bol halkına bul terimdi urunsuz jerge oranma yer kaçan bayka verindi buldalıktan payda жоқ oylasan kulhum kanınday 30 para Kur'an'da kıragatma tegizdi boyunga öldey karızdı biz vakit namaza öldün musulmanға parızdı aldыңda ketken terbiyin aydı makşarda küne karaşay atam elin anamdın amanatçının geçirdi ondağa aytan arızdı kul tutsam da жеткізбес дүние керем көмін айы жетемін деп жанығып талайдың өлі бүгін бай 90-ға таяу жасым бар талайды көрген басым бар қырмызы сарғайып кетімде жатыр күн санап азамат асылдар ақсынғар құстан бақпай зай шапалақ құстар саңқылдар жүйрікті түн жұп тойса жығылы тоймағындар арман жоқ жасаған асылда көпті 70 жыл мереке думан көргенім арқаланған өмірден айды жастарға бейбіт бергені Dastanda qılıb bayanda kötürdüm köngілін көргенін Батырда болып не керек,
Keginde keskin düşmandan keginde alıp bilmese kalıyşa bulup ne gerek bu kara kalka vartında aşlarası şerdese anam dep aytıp ne gerek aytkanına köpese aya yerim dep ne gerek minese şaykavatımın uyumya konak gelmese tentekte aytıp dolmaydı ayırı bolsan oyunda usulundan kuzu cündeseni hey şekettinde var boy taygana dönümde жалғыз ay mendese soluldun bağı taygana yetekten bana boy görmese körede birer ay kendese aşağıda жетім ay gülmese beydin bağı aytarda karada bular ay algana yerдің bağı boy aytarda salada bular ay algana arşı gittin ay götürür tağdırdın bastı salganın Әйелдің bağı boy қайтарына үстіндегін менсінбе салдың ағана тұрдан ой біразда бұлар әркімнің жалбарынған тұрғанын иманыңды қақ деп біл таразы мейзан тұрғанда мүсәпір өңін пенденің құдайдың өзі жеткірер расулы мұхаммед 63 жасқа келгенше үмбетім деп қайғыры екіде қабақ арқамен жеткіріп құдай оңданы солардан ақ қалғасын дүниенің айтпай белгілі ой құрақсыз кәмей жалғаны мұсылман деп болмайды алланың салған ісіне шүкірлігін көрмесем айырма айрақтыра айдай туысқан жекжат халқымнан қандай тамаша Манас әрқашанда даусың осындай қарлықпай елдің алдында шырқап жүре бер. Құрметті көрермендер, Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйінің өнерім және өмірім атты бағдарламасын мынау әлеуметтік желілерден барлығынан тамаша аласыздар. ютубтан, инстаграмнан, фейсбуктен сіздер үшін арнайы. Манас енді жалпы мынау арасында эстрадалық бағытта жыр терме бағытында да жыр терме жазылып жүр, айтып жүр деген талай жиындарды естіп жатамыз. Жалпы эстрада бағытында ән шырқайтын ойда бар ма алдағы уақытта? Ол жалпы енді осы қазір қоғамдық ортаға осы жырға сіңісіп кету өте қиындау болып тұр. Бұл енді жалпы осы дәріптеу мақсатында айтылады дейтін әлді осы эстрада уақытта да осы жырлар шығарғым келеді, бірақ енді жалпы негізгі сүйегін жоғалтпау керек. Жалпы қай заттың да өз сол сақталған күйінде сол халыққа таратып білу керек. Бәрекелді. Арасында эстрадамен де әндер шырқалып жатса таң қалмайсыздар деп қоясың ғой. Бәрекелді. Манас алға қойған мақсаттарыңызбен бөлісе кетсеңіз, алға қойған мақсаттарың қандай жалпы? Жалпы осы ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында осы еңбек ету біздің борышымыз. Енді Алланың берген өнер болғаннан кейін де соны дәріптеуіміз керек. Енді кейбіреулер енді наразылық тудырып жатады шығар. Осы жолда енді өзім ұстанып жүрсе амандық тәкелеріміздің солар кісілердің жырын тыңдап, әңгімелерін естіп, сол кісінің істеген жалпы игі істеріне қанықпыз ғой. Осы жалпы өнерге дейтін адал қызмет жасау әрбір өнер азаматының борышы, міндеті. Сол ағалармен ары қарай ізді жалғастыру дейсің ғой мақсатым. Енді Манас қазіргі кезде қандай қызметтесің? Қазір қызметтер өте енді әр саламен айналысып жүрмін өзімді. Бірінші осы мамандығым осы фельдшерский мамандық, медицина саласында. Онымен де жұмыс жасап көрдік. Осы домбырамен де жұмыс жасап көрдік. Енді қазіргі еліміз осындай карантин режимде болғаннан кейін көп жерлерде енді жабық түрде жалпы қашықтықтан жұмыс жасап жатыр. Ең бастысы енді жұмыс деп айта бергенде де енді жұмыс қазір карантин болып жатыр. Енді елімізге белгілі осы тек еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашан осы халықпен біз біргеміз ғой.
Ай бәрекелді. Енді Манас өзіңнен тағы да бір мына бағдарламамыздың артына таяп қалдық. Бір жақсы бір шығармаңнан бір орындап берсеңіз. Өзіңіз қолқа салып отқаннан кейін Атайдың жеті қайғысының бірі медет жыл келі теңіз бойы дейтін әкеміздің бір қанына дейтін әнін айтып берейік. Ай бәрекелді. Satıb aldım bunun armayı, bireyin güzvesini kumarlar İddiağız bayağı doyma angım ayday, askeri belgetkisi aman varmayı. Kulağlar jüp götürmeyday bilgetken soğay, keng dala kulağıyday bilgetken soğay, suyretken bu jormanına şalvarınday, kulağında sözleri toy jetken soğay. Kuluna ustamanımı kargay, davusum savandır bu zırgınımı. Gülmeymin oynamayın dizin dağay, dünüye götüp bana bir karamadı. Ай бәрекелді. Ал енді Манас міне осылай ел халықтың алдында әдемі шығармаларыңызбен мынау кәкелеріміздің өткен аталарымыздың термесін насихаттап жүре беруіңізге тілектеспіз. Аман болыңыз әрқашанда. Құрметті көрермендер, өнерім өмірім атты бағдарламасын Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйінің парақшаларынан тамашалай аласыздар. Аман сау болыңыздар, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Көріскенше сау болыңыздар.